Сәлем балалар, қазақ тілі 2-ші сынып 4-ші сабақ тақырыбы у дыбысын дауысты және дауыссыз болып айтылу. 13-ші жаттығу кестедегі сөздерді оқы. Дауыстыны бар сөздерді бір бөлек, дауыссыз у бар сөздерді бір бөлек. Сурет, елу, сосын шуа. Сөздердегі у дыбысының қандай жағдайда дауысты, қандай жағдайда дауысты болатын туралы қорытынды жаса деді. У дыбысы мынандай жағдайларда дауысты болады. Егер ол дауыссыз дыбыстардан келсе, мысалы сурет, елу, сосын, шуақ дегенде, онда ол дауысты дыбыс болады екен. Егер ол дыбыс дауысты дыбыстардан кейін келсе, мысалы дәуіт, егеу, әуен, бауырмал, мысалы онда ол дауыссыз болады. Сөздің басында келіп, өзінен кейінгі дауысты дыбыс тұрса, мысалы уық, уақыт, дауыссыз болады. Немесе сөз басында у дыбысы келсе, одан кейін дауыссыз дыбыс тұрса, мысалы улы деген, онда ол дауысты болады екен. Мына ережені естеріңізге сақтап алыңдар балалар. 14-ші жаттығу мәтінді түсінуге. Сәуле өздерің сияқты 2-ші сынып оқушысы. Ол сәнді киінгенді ұнатады. Әсіресе қуыршағына түрлі киім таңдап, әдемі киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші. Бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келіп қуыршағына төмендегі қандай бас киімді кигізеді екен? Болжап көрейік. Қыз балаларға мінекей өздерің көріп тұрғандай қазақтың ұлттық киімі, яғни бұл жерде тақия немесе сәукеле. Сондықтан біз 2 мен 4-ті таңдадық. Ал 1 мен 3 бұл ер балаларға арналған тақиясы мен тымағы екен. Неге бізде сәуленің қуыршағын басына неге үкілі тақия кигізіп қойған. Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді теріп жаз дейді. Сәуле қуыршағының у дыбысы дауыссыздан кейін келіп тұр, с мен қ. Сондықтан ол дауысты болады. Таңдауда у дыбысы дауысты, а дыбысынан кейін келгендіктен дауыссыз дыбыс болады. 15-ші жаттығу мәтіннен у дыбысы бар сөйлемдерді көшіріп жаз. Дауыссыз у дыбысының асын 1, дауыссыз у дыбысының асын 2 рет сыз. Бұйымдарды кесте мен әшекейлеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен қамзол, белдемше, тақияны безендіру. Мұнда өнерге қыздарды кішкентай кезінен бастап үйретеді. Бұл жерде у дыбысы бар әшекейлеу, яғни у дыбысы дауысты е дыбысынан келгендіктен дауыссыз болып тұр. Тігу, алуан, безендіру дегенде у дыбысы дауыссыз дыбыстан кейін келгендіктен дауысты болып тұр. Өзіңе ұнайтын ою өрнекті жасап көр дейді. Қамзол, тақия дегенге балалар мағлұмат берейік. Қамзол әйелдер мен қыздардың киімінің сыртынан немесе көйлек үстінен киетін жеңіл киімі. Тақия ерлердің де, әйелдердің де, қыздардың да басына киетін жеңіл бас киім. Өзіңе ұнайтын біз еңбек сабағында осындай ою құрастыруға болады екен. 16-ші жаттығуда кестені тиісті сөздермен толықтырып жаз дейді. Бірінші дауыстыдығы ту, су, қу, жу, оқу, жазу, келу, бару дауыссыз у дыбысы болып тұрады, тағы басқалар. Екіншіден дауыссыз болып тұратын тау, бау, ауа, жау, аула, қауын, сәуір, дау. У дыбысы дауыссыз. Балалар, бүгін біз у дыбысының дауысты және дауыссыз екенін айырмашылығын айтып өттік және қазақтың ұлттық киімдерімен таныстық. Сабақ аяқталды.